Ал Аятжан Ахметжан шынайы ұлтшыл болса, Қытайдағы қазақ қынадай қырылып, жаппай концлагерге қамалғанда, сол Қытайдағы қазақтың тақырыбын көтермесе, көтермей-ақ қойсын-ақ, соны көтерген бізге соншама шүйлігіп жала жабатындай, бұның қай жеріні жайсызданып қалды. Біздің белсенділігіміз Аятжан Ахметжанның қай жеріне қатты батып кетті. Демек, қожайыннан тапсырма алды. Аятжан Ахметжан өзі сияқты Қытайдың иті, сүмелегі, сұмырайы, өзі Қазақстанда әбден рахат әліпшіл болып, соның арқасында бәлен миллион кредит алып, ақыры онысын төлей алмай Қытайға қашып барып 3 жыл зымзия жоғалып, артынан сол бәлен миллион долларлық кредитті қайдан әкелгені белгісіз зымзия жауып тыныш тапқан. Содан Қытайдың пирамидашылары менен қаржылайықтарынан үйреніп келген тактикасы менен қалың елді секіртіп, бақыртып, мен бір айда миллионер боламын деп, немесе қалың елді еркек әйелін жаппай төс қағыстырып, құшақтатып, мен аяқ астынан байымын дегіз деп, ал елдің бәрін мотивациялаймын, бизнеске үйретемін деп, аяқ астынан кәсіпке баулитын орталық ашып шыға келген Ахметбек Нұрсила дейтін алаяқ бар. Оның өзі де Қытайдан келген көп сұмырайдың біреусі. Иә, мен де Қытайда туып өстім, бірақ мен оны Қытай демеймін. Ол қазақтың жері. Бірақ бұл сұмырайлар мен сияқты Қытайда туып өскеніменен, бұлардың Құдай да Қытай, Қытай да Қытай. Бұлар Құдайдан гөрі Қытайды құдіретті көреді. Себебі Құдай бұларға айлық төлемейді, Қытай айлық төлейді. Бұларға кім ақша төлесе, сол Құдай. Міне, осы Ахметбек Нұрсила деген сұмырайды Аятжан Ахметжан іздеп тауып, оны жатып кеп азғырады, оқиды. Өстіп Серікжан деген бір сұмырай болды. Серікжан деген осы Қытай мен қазақтың достығын бүлдірді. Сенің қожайының ренжиді, сенің анау Алибаба, Алиэкспресстен арзан қалып сатып жүрген бизнесін тоқтайтын болды дейді. Өзі жарым-жартылай жыңғылған, аздап шизофренмен ауыратын, салмақты түрде ауыратын, аздап емес. Ахметбек Нұрсила жаңағы Ахметжан Аятжанның өсегін естігеннен кейін жатып кеп Серікжанға қарсы оңды-солды өсекті боратады. Ал онымен қоймай, дос көшім сияқты сұмырайларды әбден арбілейді. Ең соңында Расул Жұмал Айдос сарымдардың құлағына жетеді. Олардың барлығы биліктің үруге рұқсаты бар иті, аңырауға рұқсаты бар есектер еді. 30 жыл бойы өтірік Аппасия болып, бірақ күнде Нұр Отан болып шыға келген бұл сұмырайлар кезіндегі Әміржан Қосановтың командасында өтірік Аппасия болып, тұтас Қазақстан халқын алдаған жаңа Қазақстан жобасының иелері болатын. Бұлардың Қазақстанда жиын аша алмай жүргендей сорлы бейшара болып тығылып барып Лондонда бір арзан қонақ үйге жатып, бүктел быжты шыққан жаңа Қазақстан дейтін фонды лозинканы арттарына іліп қойып, қабырғаға кәдімгі жаңа Қазақстан деп тырыс-тырысы шыққан чемодандарда бүктеліп жатқан ескі бір фонды қабырғаға іліп қойып, Лондонда аталмыш құпия жиын ашып, Қазақстанға ыржиып, сойған түлкі құсап қайтып келетіндері тағы бар. Ал осы сұмырайлардың барлығы жаңа Омарәлі Әділбек, Расул Жұмалы Қытайға барып қыдырып келіп, Қытайда ешкім қамалмапты дейтіні бар. Ал бұлардың барлығы өтірік ұлтшыл. Ал Аятжан Ахметжан орыс тілі пәніне қарсы тұрып, бір атағын шығарып дүрілдетіп алса, жуырда тағы да орысқа қарсы сөйлей қапты. Ал бұлар орысқа қарсы болсын, керемет ұлтшыл екен. Неге Қытайда қорланған қазақтың тақырыбын көтерген бізге қарсы болды? Жаңағы аталмыш ақын Ұларбек Дәлей Байтайлақ, Серіккерей Серік Мұратхан, Қойшыбек Мүбәрәк және оның қожайыны Жеңіс Түркия, анау өтірік тарихшы, Қытай жазып берген тарихты Қазақстанды үгіттеуге келген Ерзат Меллат және оның інісі Айбат Меллат. Бұлардың барлығы мені сотқа беріп, сотта куәгер болған сұмырайлар. Енді бұлар аяқ астынан қазақтың ұлтшылы болып тұр. Шынайы ұлтшыл болса, аңырап, жылап, зарлап, күні бүгінге дейін Қытай елшілігінің алдында Қытайда нақақ қамалған туыстарының құқын қорғап жүргендер туралы бір ауыз сөз айтып па, жазып па? Қытайда нақақ сотталған қазақтар туралы бір ауыз айтып па, жазып па? Қытайда Оспан Батырдың 3 немересі нақақ сотталғанда бір ауыз айтып па, жазып па? Қытайда не бір интеллигент зиялы сотталып кеткенді айтып па,
жазып па? Не бір әйелдер, қыздар, Қытайда сотталып кеткен күйеулері, бауырлар, ағалар туралы еңіреп тұрып, бәленбай 100 мәрте конференция өткізген кезде бұлар естіп пе, көріп пе? Жоқ. Ондай кезде бұлардың көздері соқыр, құлақтары керең болып қалады. Бірақ енді аяқ астынан ұлтшыл образы сомдап, орысқа қарсы сөйлей қапты. Ендеше қалың елім, қазағым, әрбір қойылып жатқан сценарийдің артында бұл сценарийді ойнап отырғандардың қандай мақсаты бар екенін біліңіздер. Қытайдың мақсаты да қазақ пен орыстың қарапайым халқының немесе сауатсыз халқының ортасына от жағып, қарапайым халықтан от шығарып, сол отты үдетіп, ертең мынау есерсоқ Путин әскер кіргізсе, мына жақтан қазақты қорғайтын болып Қытай әскер кіргізіп, қазақтың балқашынан шығысын Қытай алып, немесе батысын орыс алып, осындай бір жоспар жасап жатқан жоқ па? Немесе Ши Цзиньпин мен Путин мынау Украин соғысының алдында ең жоғарғы шектемесі жоқ дейтін максимал ымыраға келді деген сөзді Американың өзі айтып жүр. Ал осы ымыраның ортасында Қазақстанның жартысы сенікі, жартысы менікі, мұнайлы жері менікі, газды жері сенікі деп бөлісіп алған жоқ па? Ал жоғарыдағы сұмырайлардың өтірік ұлтшыл болып шығуы, яғни Қытайда қазақтың басына ауыр күн туғанда үнсіз қалып, сол мәселені көтерген бізге шүйлігіп, бізді соттатып, үстімізден арыз жазып, сотта куәгер болып, ал іле-шала Қазақстанда енді аяқ астынан қаңылтыр кеуделерін қаңғырлатып, өтірік ұлтшыл болуының ар жағында бұл кімнің тапсырмасы деген күдік тумай ма сіздерге?